Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, көрермендер және біздің кітапхананың әлеуметтік желі парақшаларының жазылушылары. Биыл қазақтың ұлы жазушысы, ғұлама ғалым, ғылым және қоғам қайраткері, академик, профессор, филология ғылымдарының докторы Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл толатынын баршаңыз білетін боларсыздар. Жазушының мерейтойының қарсаңында бүгін мен тікелей эфирде оның өмірі мен шығармашылығына қысқаша шолу жасап тоқталып өткім келеді. Мұхтар Әуезов бұрынғы Семей уезі Шыңғыс болысындағы Қасқабұлақ деген жерде, қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген. Атасы әуез, ескіше сауаты бар, араб, парсы, орта-азиялық, түркі әдебиетімен таныс болған. Бала Мұхтар бала кезінде атасынан арабша хат таниды. 1908 жылы Семейдегі Камалиддин Хазрет медресесінде оқу оқып, кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық 5 класстық орыс-қазақ училищесіне оқуға түседі. Училищені 1915 жылы аяқтап, Семейдегі қалалық мұғалімдер семинариясына түседі. Сонда оқып жүргенде 1917 жылы халық аңызы бойынша Еңлік кебек пьесасын жазады. Осы пьесасы және 1921 жылы жазылған Қорғансөздің күні атты алғашқы әңгімесі оның жазушылық дарынын айқын танытты. Семинарияны бітіріп, қоғамдық саяси жұмысқа араласады. 1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта-Азия университетіне тыңдаушы болып оқуға түседі, әрі Шолпан және Сана журналдарына жұмысқа орналасады. Осы басылымдарда қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, заман ертесі әңгімелерін жариялайды. 1923 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің тіл әдебиет бөліміне оқуға түседі. 1924-25 жылы Семейдегі мұғалімдер техникумына оқытушылыққа қалдырылады. Сонда жүріп, Таң журналын шығарады. Онда кінәмшіл бойжеткен, қаралы сұлу, ескілік көлеңкесінде және тағы басқа әңгімелері жарияланды. 1926 жылы Семейге арнайы экспедиция ұйымдастырып, сол материалдардың негізінде 1927 жылы әдебиет тарихы монографиясы кітап болып жарыққа шықты. Сол жылы жазда Жетісу өңіріне Ілияс Жансүгіровпен бірге сапарда болып, сол материалдар негізінде Қараш-Қараш оқиғасы повесін, Қилы заман романын, Хан кене пьесасын жазды. 1930 жылы 16 қыркүйекте Алаш қозғалысы көсемдерімен бірге тұтқындалып, 1932 жылы шартты түрде 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда маусым айында босатылып, Қазақ педагогика институтының аға оқытушысы болып қызмет істейді. Осы жылдары театр, драматургия, әдебиет, өнер, фольклор тарихы, орыс әдебиетінің классиктер туралы мақалалары үзбей жарияланып тұрды. Мұхтар Әуезовтің сценарийі бойынша 1940 жылы Райхан атты көркем фильм түсірілді. Осы жылдары Абай романын жазуға кірісіп, 1941 жылы оны бітіреді. 1947 жылы романның екінші кітабын, 1950 жылы роман эпопеяның Ақын аға деп аталатын үшінші кітабы жазылады. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Сын сағатта, Намыс гвардиясы, Қынаптан қылыш пьесалары мен Абай операсының либреттосын, Абай әндері фильмінің сценарийін жазады. 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясы құрылғанда
оның толық мүшесі болып сайланып, филология ғылымдарының докторы, профессор атағы берілді. 1951-54 жылдары Мұхтар Әуезов саяси идеологиялық тұрғыдан тағы да қыспаққа алынып, 53 жылы Мәскеуге жасырын түрде аттанып кетуге мәжбүр болды. Алайда 1954 жылы Алматыға қайта оралып, Абай жолы роман эпопеясын толық аяқтады. Енді Мұхтар Әуезовтың Абай жолы эпопеясын білмейтін адам кемде-кем болар. Бұл роман эпопея тек қана қазақ әдебиетінде ғана емес, жалпы бүкіл дүние жүзі әдебиетінде кең танылған, жоғары бағаланған шығарма екенін баршаңыз білесіздер. Мұхтар Әуезов өзінің роман эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көрсетті. Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деген жоғары бағаға ие болды. Алғашқы 2 кітаптан тұратын Абай романы үшін жазушыға 1949 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығы берілсе, 4 томдық Абай жолы роман эпопеясы үшін 1959 жылы, яғни 10 жылдан кейін Лениндік сыйлықтың лауреаты атанды. Эпопея дүниежүзі халықтарының 116 тіліне аударылған. Және ол 200 томдық әлем әдебиеті кітапханасы топтамасында 2 том болып басылды. Мұхтар Әуезов драматургия саласында да көп еңбек еткен. Оның қаламынан 30-дан астам пьеса, яғни драмалық шығарма туды. Жаңағы кейбір пьесалардың варианттарын қосатын болса, Мұхтар Әуезовтың қаламынан барлығы 50-ден астам драмалық шығарма туған. Мұхтар Әуезов драматургиясында жанрлық формалардың барлық түрін қамтыған. Оның драматургиясында трагедияда, комедияда, драмада бар. Және Әуезов мұрасының аса қомақты бөлігі оның ғылыми зерттеулері. Ол қазақ ауыз әдебиетін жинақтап, жүйелеп, қазақ әдебиеті тарихы, Абайдың өмірі мен шығармашылығы, әдебиеттану мен фольклордың теориялық, проблемалық мәселелері жөнінде іргелі еңбектер жазды. Қоғам және мемлекет қайраткері ретінде Әуезов 20-дан астам шетелдерде болып, адамзат қоғамының дамуы, рухани ынтымақтастық үшін өз көзқарасын білдірді. Мінекей осындай тамаша қазақтан шыққан ұлы жазушы Мұхтар Әуезов 1961 жылдың 27 маусымында Мәскеу қаласындағы ауруханада қайтыс болды. Алматы қаласында жерленген. Сол қайтыс болған жылы Қазақстан ғылым академиясының әдебиет және өнер институтына оның есімі берілді. Одан кейін 1963 жылы жазушы тұрған үйде мұражай үйі ашылып, ескерткіштер орнатылды. Қазақ академиялық драма театры, Алматы, Астана, Семей және басқа қалалар мен облыстардағы аудан, ауыл, көше, мектептер Әуезов есімімен аталады. Құрметті оқырмандар, тыңдаушылар, мен Мұхтар Әуезовтың өмірі мен шығармашылығына қысқаша тоқталып өттім. Ертең біздің кітапханада, яғни Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада Мұхтар Әуезовтың туған күнінде 28 қыркүйек күні сағат 15:00-де жазушының мерейтойына арналған тамаша әдеби кеш өтеді. Баршаңызды сол кешке қатысуға шақырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.